Қазақ боксшылары бір рет жеңілгеннен кейін қайтадан рингке шықпайды. Біз бүгін қайтадан рингке оралған жігіт жайлы сөйлесеміз. Головкин емес, Батыр Жүкембаев жайлы. Батыр Жүкембаев 1991 жылғы, негізі байқасаңыздар, біздің жігіттеріміздің барлығы да 30-дан асып кеткен. Видеоны түсіріп жатқан келіншегім өзі айтады, неме беле біздің боксерлардың бәрі кәрі ма деп ше. Я кәрі, амал жоқ енді. Әлі де болашағы бар, кішкене карьерасын жасай алады деген сенімдеріміз бар. 3 жылдық, 5 жылдық тағы карьера жасай алады, өздеріне мықты жекпе-жектер ұйымдастыра алады деген сеніммен осы шығарылымдарды шығарып жатырмыз негізі. Сондай ішімізде сенім бар, жанкүйер ретінде дәл осы жігіттер ары қарай жұлдызы жанса екен деген тәтті тілегіміз бар. Батыр Жүкембаев, жаңа айтқанымыздай, Айдос Ербосынұлы, Нұрсұлтан Жанабаев, одан кейін Мадияр Ашкеев сынды қаншама жігіттеріміз кіршіксіз рекордпен келе жатып, 17-0, 14-0 деген рекордпен келе жатып, бір рет жеңілгеннен кейін қайтадан рингке көтерілген жоқ. Ал дәл Батыр Жүкембаев көтерілді. Жай ғана көтеріліп қойған жоқ, 4 жекпе-жек өткізіп үлгерді. Бәрін жеңіп келе жатыр. Сондықтан осы жекпе-жектері үшін Батыр Жүкембаевқа сый құрметіміз ерекше. Себебі ода чемпиондық менталитет бар. Ал енді Батыр Жүкембаев кімнен ұтылды? Ең бірінші Субрель Матестен ұтылды. Оған дейін 14-0 деген рекордпен келе жатыр еді Батыр Жүкембаев. Бәрін кіршіксіз әдемі жасап келе жатқан. Бірақ Субрель Матеспен до конца рубить етті ғой, төбелесті ғой. Бір-бірін нокдаунға да жіберді. Батыр Жүкембаев оған дейін де нокдаунда болған. Өзі нокдаунға түсіп, артынан сопернигін нокаутқа жіберген кездері болған. Сондықтан Батыр Жүкембаев та бұл сәттерден де аман шығады деген бір ішімізде толқыныс болып отырды, бірақ сонда да төбелесті екеуі. 8-ші раундқа дейін барып, әлі де Батыр Жүкембаев мінезімен төбелесем деп тұр, бірақ тренерлер жоқ, төбелеспейсің деп айтты. Енді Батырдың шынымен де болашағына балта шаба алайын деп тұрған тұғын ол жерде. Себебі Субрель Матес барған сайын, әрбір раунд сайын күшейіп келе жатты. Білмейміз енді допинг қолданбады, ол бөлек әңгіме, бірақ по факту ол күшейіп келе жатты. Ал біздің Жүкембаев өкінішке орай сәл ақсай бастады. Бірақ рубить еткен кезде де тек қана таяқ жеген жоқ, ырза болғанбыз. Тіпті Субрель Матесқа үлкен қиындықтар туғызды. Одан кейін рейтинг үшін бір 2 жекпе-жек өткізді, ал бірақ соңғы 2 жекпе-жегі ол шынымен де әжептәуір аты бар, Америкада танымал боксшылармен шықты. Субрель Матестан жеңілгеннен кейін Головкин кеп қолдады. Елде бірге кездесті Головкин мен Батыр Жүкембаев. Сол кезде Головкин өзінің кеңестерін айтты. Содан кейін ары қарай қайтадан рингке оралды. Рингке оралғаннан кейін осы бір жекпе-жектерін өткізді. Соңғы жекпе-жегінен кейін тіпті әлемде паундтың лидері болып тұрған Теренс Кроуфорд келіп қолдап кетті. Өзі мысалы Алматыдан Астанаға барып деген сияқты ұшып Американың ішінде барып, тек Батыр Жүкембаевтың жекпе-жегі үшін сол жаққа барып, қолдап, құттықтап, өзінің сторисіне салып, жалпы Батыр Жүкембаевтың медиасына солай әсер етеді. Одан бөлек командасы бар, командасы. Яғни Теренс Кроуфордтың бапкері, басқасы деген сияқты, диетологы деген сияқты мамандар Батыр Жүкембаевпен де жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да Батыр Жүкембаевтың енді чемпиондыққа жолы ашылды десек болады. Чемпиондыққа бастар жолы енді басталды. Алдағы карьерасына шынымен де сүйсініп қарауға тұрарлық енді жекпе-жектер ұйымдастырылады. Жеңіледі әрине, ол бөлек әңгіме, бірақ ол ең бастысы дұрыс жолға түсе бастады. Осы үшін де кезінде Канадада бокстасқан, қазір енді Америкаға келіп, осының барлығы, осындай бір факторлардың бәрін елеп ескере келе, Батыр Жүкембаевтың болашағына, алдағы карьерасына үлкен сәттілік тілейміз. Батыр Жүкембаев 777 деген лақап атпен танымал, кезіндегі Triple G секілді әдемі бір үйлесіммен медиалық тұрғыда танымал болып кетсін деген тәтті тілегіміз бар. Батыр Жүкембаев ол нағыз мінезді боксшы, нағыз чемпион. Себебі ол атына заты сай, батыр десең, батыр ғой короче. Сіздер де Батыр Жүкембаев жайлы не білесіздер? Бәрін комментарийға жазыңыздар. Құрметті жанкүйер, біз бірге менталды түрде чемпион болайық.